Қайырлы кеш ағайын. Сіздердің алдарыңызда Toyota Alphardтың стильный және молодежный түрі Toyota Velfire. Кішігірім историясына тоқтала кететін болсақ, осы Toyota Velfire автокөлігі 2008-ден 2015 жылдар аралығында шығарылған. Жалпы осы Velfire автокөлігі Toyota Alphardтың екінші ұрпағынан бастау алған. Характеристикаға келетін болсақ, негізгі модельдері SVT-мен біріктірілген 2,4 литрлі 4 цилиндрлі қозғалтқышпен 170 ат күшін береді. Сондай-ақ 3,5 литрлі V6 қозғалтқышпен 280 ат күшін беретін модельдерде шығарылған. Және қорабына келетін болсақ, 6 сатылы трансмиссия қойылған. Жаңа айта өткен SVT немесе вариатор ол сатысыз қорап, яғни конструкцияның негізін ремендермен байланысқан екі валдың шкифтері обороттың ұлғаюына қарай диаметрлері өзгеріп қозғалысқа әкеледі. SVT-ның артықшылығы сұйық отын аз тұтыну және кідіріссіз, ауысусыз тегіс қозғалысқа әкелу. Проблемалары: барлық SVT сенімді емес және шектеулі ресурсы бар деп жалпы қабылданған. Шындығында көп нәрсе өзіңіздің жүргізу мәнеріңізге және де уақытылы май ауыстыруына қарайды. Ал жігіттер, мына автомат коробка мен осы вариатордың айырмашылығын көрейік. Мына стартта екеуде 2,4 двигателі объемы. Осы Alphard Velfire мен көретін боламыз. Ал давай. 1, 2, 3. Вариаторды с места қатты басуға болмайды дейді ғой. Сонда да енді сендер үшін осы эксперимент түрінде түсіріп жатыр мұны жалпы. Екеуі де жарысатын көлік емес, жігіттер. Бүйтіп жарысып жүрмеңіздер. Қозғалтқыштың проблемаларына келетін болсақ, бұл жерде ГБЦ-ның болттарының жұлынуы және созылуы. Яғни уақыт өте келе болттар созылып, ГБЦ-ның астында қуыс пайда болып, май мен антифриздің араласуы пайда болады. Екінші проблема ол май жеу. Яғни осы 2,4 двигатель 2 азының бірден бір проблемасы осы поршындағы сақиналардың отырып кетуімен байланысты. Сол себепті май жеп кетеді. Тағы да бір проблемасы мына ГРМ цептерінің аз уақыт қызмет етуі. Яғни 150 мың шақырымның айналасында бұл цептер заводтан жіңішке болып шығарылғандықтан созылып кету қатері бар. Toyota Velfire автокөлігінің рөліндеміз. Ощущениені айтатын болсақ, бір жеңіл көлік жүргізіп келе жатқан сияқты. Ондай үлкен-үлкені білінбейді. Жұмсақ, жақсы. Және де енді оң рульді айдап жүргендіктен өзіме ыңғайлы. Сол оң рульді айта кететін болсақ, осы Crown айдап жүрім, тағы да бір оң рульді көліктер бар. Көбісі сұрайды, оң рульді көлік қалай депті. Енді мен өзіме разница жоқ. Оң руль және сол руль. Үйдегі енді бәрі де айдайды. Өзімнің әкемде таңдамайды. Сол руль, оң руль. Бәріміз айдай береміз. Жалпы үйреніп кету бір апта примерно. Бір апта емес, енді бір 3-4 күн деуге де болады. Бір айдап кетсеңіз, уже ыңғайлы болып кетеді бұл көліктер. Жалпылама айтқанда оң рульді көліктер. Енді дәл осы көлікті айтатын болсақ,
дизайн жаңа айттық қой, кішкене молодежный деп. Салондарының өзі бір 200 емес, 507-ге ұқсап кететін ол. Lexus LX 570-ке. Щитоктары да әдемі. Бұл жылдың көліктеріне білмеймін, енді уже цифровой жасауға болатын шығар деп ойлаймын. Ол кезде уже сондай көліктер болған шығар. Қазір уже мына корейский автокөліктер японскийлардан басып озып бара тұр ғой. Сол кездегі корейский көліктерде осы цифровой спидометр болған шығар. Енді ощущение дегенім көлік ыңғайлы, жақсы. Күтіп айдасаңыз өте керемет көлік екен. Мына жерде жыл жаңа болғандықтан push start, бесключевой доступ бар. Мына жерде сосын пульттағы кнопкалары уже осының алдындағы кузовтан ерекше. Мына жерде электронный багажник те бар, және артқы екі есігі де электронный. Бұл көлікті айтатын болсақ, 2.4 вариатор болғанымен трассада 2.4, осының алдындағы кузов бар, 4 сатылы. Сол кузовтан қарағанда жеңіл жүреді. Жеңіл болғанда обороты ондай қатты айқайлап тұрмайды. Мысалы, 4 сатылы альфардтарды алатын болсақ, 140-та примерно 3,5 мың оборотта тұрады. Ал бұл көлік менің ойымша бір 2000-дардың жобасында тұратын шығар 140-тарда. 2000 болмаған менде 2000 емес шығар, 2,5 мың обороттарда тұру керек. Бұл вариатор болғандықтан еще жаңағы тұтынуы, сұйық отын тұтыну экономичный дедік қой. Және бұл жерде эконом дейтін система бар екен. Қазір байқап отырмын. Оның өзі бір қатты үнемдейтін шығар деп ойлаймын. Жалпы енді осының алдында көзімен салыстыратын болсақ, навороченный дейді ғой. Кішкене функциялары басқашалау бұл жерде. Және бұларда штатный магнитофонмен келмейді, неге екенін білмеймін. Альфардтардың бәрі Android емес, бірақ сенсорный мониторлармен келеді, бірақ әрқайсынікі әртүрлі болады да. Ал дәл осы мына көлікте сол Япониядан салынып келген осындай японский магнитофон. Бұл жерде уже жылы жаңа болғандықтан Bluetooth функциясы бар. Қазір енді Bluetooth жоқ машина дейтін өте ыңғайсыз ғой. Өзіңнің сүйікті әндерін тыңдай алмайсың. Сосын климатқа келетін болсақ, бұл жерде осы минивендердің көбінде жаңағындай трехзонный климат контроль. 3 зоналық, яғни пассажир, водитель өзінікін бөлек-бөлек градустарын өзгерте алады. Және арттағы отырған пассажирларда өздерінің қалаған градусын қоя алады. Ал енді ағайын, семьяға осындай бір минивэн іздеп жүрген жандар болса, дәл осы көлік сатылымда. Дизайнына келетін болсақ, ең бірінші мына көзге түсетін фаралары. Бұл фаралары алдынан қарасақ та, артынан қарасақ та екіге бөлінген. Мына артында көрсетіп жіберейік. Мына жерде екі бөлек задний фонари. Алдын фаралары да сондай. Дәл осы көліктің бірден бір ерекшелігі Альфард автокөлігінен. Ол осы фараларынан. Және мына алдыңғы фарларының
несіне келетін болсақ, линзованный оптика, яғни лупа. Бұл жерде алдындағы обзорларда айта кеткен, Majesty автокөлігінде айта кеттім. Қарасаңыздар болады, ссылкасын қойып кетем. Дәл осындай AFS, яғни бұл жерде ақылды фаралар. Түсіндіріп кетейін, AFS дегеніміз ол ақылды фара, яғни рульді қай жаққа бұрасыз, фаралар сол жаққа қарай бұрылады. Мысалы, оңға бұрсаңыз, оңға, солға бұрсаңыз, сол жаққа қарай. Және төмен қарай көтеріледі, жоғары қарай түседі. Подъемнан көтерілгенде, спусктан түскенде. Бұл жерде енді мына тағы да дизайнына келетін болсақ, есіктері бір ерекше болып жасалған, домаланған. Және мына қазір бүйтсек, мына терезелерінің өзі сол осы овальный форманы қайталап тұр. Ең бірінші көрген кезде мен осы таңғалдым жалпы, дәл осыған. Арттарын жаңағыдай айттық, енді бір отырып көрсетіп жіберейік. Арты дейтін кәдім керемет тамаша. Мына жерде атаман деп аталады, сиденькілер капитанский. Екі адам бөлек-бөлек отырады, яғни мына жаңағы климаттары осы жерде орналасқан. Сосын мына жерде ерекше болып жасалған мына люстралары. Мына жерде регулировкасы де бар. 5 түрлі несі бар бұл жерде. Не қыл деп айтатын енді, айтып жіберіңіз, өздеріңіз жазарсыңыз комментарийға. Сосын мына подстаканниктер. Және ары қарай артына отырып көрсетейік. Артының кеңдігі. Бұл жерде енді ана Honda Odyssey'ге қарағанда нелері қозғалады. Артында мынандай орын бар ғой. Қазір дұрыс көрінбей тұрған болса, бір фонарик жағып. Мен алға қарай ысырайын, және шалқайып жатуға да мына жерде орын бар ғой. Бүйтіп қойып, ұзақ жолдарға дейтін. Өте керемет. Мына потологы да, мысалы жаңағы Odyssey'ге қарағанда биік болғандықтан бүгіліп жүресіз мына жерде. Өте ыңғайлы. Және мына сиденькілерінің тағы да бір положениесі бар. Алға қарай жылжытып көрсетіп жіберейін. Мына жеріне басатын кнопкасы бар, ол сиденькіні былай-былай екі жаққа жылжытады. Ішке және сыртқа қарай. Ол да бір ыңғайлы зат. Екі жағында да бар ондай. Мына жерде шығатын монитор. Және артында да кондері бар. Сосын алдында бұл Альфард автокөлігінің обзорында бәрі айтып жатыр. Неге характеристикаларын айтпадың, ходовой жақтарын айтпадың. Алда тағы да бір видео жасап жіберем, ағайын. Сол кезде бәрін айта кететін болам. Жалпылама характеристикаларына тоқтала кетеміз сол видеода. Дәл осы автокөліктің ходовой жақтарын айтатын болсақ, бұл жерде Wellfire-тікі енді Camry-мен бірдей кейбір заттары. Ал кейбір заттары өзі Wellfire-дің запчастьтары кетеді. Мысалы, амортизаторлары, пружиналары ол уже Альфард пен Wellfire-дің өзінікі кетеді. Жаңа багажнигіне келетін болсақ, багажнигінде кеңдігі осындай. Сосын двигательді айта кететін болсақ, бұл жерде 2.4 дәл Camry-дің двигателі. Бәрі заты болады ол Camry-дің катушкасынан бастап, до конца астындағы поддонына дейін дәл Camry-тімен бүп бірдей. Багажнигі. Сосын кеше біздер дейтін ең бір эксперимент жасап көрдік, қазір көрсетейін сіздерге. Біздер балдар болып шемшік шағып отырғанда, дәл осы автокөлікпен бүйтіп мынандай қылып жүре беруге де болады екен. Машина ешқандай ошибка шығармайды, багажнигін ашып қойып, бүйтіп аспанға қарап жатсаңыз болады мына жерде. Мына қапталдан түсіргенде сиденькі қандай шығып тұрғанын көрсетіп жүр. Осындай қылып жүре беруге болады ғой, бүйтіп қарап қойып. Ал құрметті көрермен, осымен шолуымыздың соңына да келіп жеттік.
Осы видеоны қарап отқан көрермендердің бәріне алғысым шексіз, және өйстіп қолдап жатқандарыңызға. Осы Ақтау қаласынан Қазақстанға түкпір-түкпіріне жалынды сәлем. Сіздермен болған мен Алмаз Естурганов. Келесі кездескенше.